Қайырлы күн. Бұл менің дайындаған 2 қабатты тортым. Бұл толыққанды глютенсіз және де астыңғы диаметрі 18 см, үстіңгі диаметрі 16 см. Сыртын мастикамен қаптадым. Торт өте жұмсақ болды. Мен бұны айт мерекесіне орай дайындаған болатынмын. Бұл негізінен арзан торт. Мен бұның кремін кәдімгі сгущенный крем пайдаланған болатын, сгущенкамен сармай. Үйге болғаннан кейін крем-чиз солай қатты пайдаланғым келген жоқ. Және де бұл торттың 2 қабаты 2 түрлі. Бірінші қабаты классикалық торт болса, екінші қабаты сникерс торт. Ортасында карамель мен арахис және де жаңағы сгущенный крем. Сыртын мастикамен қаптаған болатынмын, және де өте әдемі болды. Бұл менің ең алғашқы тортым болғаннан кейін қатты сынға алмаңыздар, лайк басып қолдасаңыздар, тағы бір рет осындай 2 қабатты торт дайындап көремін және де жай ғана пісіріп қоймай видеосына түсіремін. Сондықтан да дәл қазір қолдап